Достар, бір сәт ойланайық. Таңертең шаршаңқы оянасыз ба? Түстен кейін ұйқы қыса ма? Тәттіге тоқтаусыз әуестік, қарынның шығуы, ойдың тұмандануын байқайсыз ба? Бұл жай шаршау емес, инсулин резистенттіліктің белгілері болуы мүмкін. Өткізіп алмау үшін ең жиі кездесетін 26 симптомды қысқа әрі түсінікті айтып шығамын. Сізбен бірге доктор Берік, қазақша түсіндіретін денсаулық кеңесшісі. Бүгін біз маңызды тақырыпты бірге талдаймыз. Инсулин резистенттілік. Жасушалар инсулинді тыңдамай бастағанда пайда болатын жағдай. Уақытында түземесек, преддиабет пен екінші типті диабетке жол ашады. Төмендегі белгілердің бірнешеуі өзіңізде бар болса, дәрігерге қаралып талдау тапсыруға себеп болады. 1. Кешкісін ашығу, жиі ас арасында тіс басарлар. 2. Тәттіге тоқтаусыз әуестік. 3. Тамақтан кейін ұйқышылдық, әлсіреу. 4. Тою сезімінің болмауы. 5. Салмақтың қарын аймағына жиналуы, іш майы. 6. Салмақтың тұрып қалуы. 7. Түнде жиі дәретке ояну. 8. Қан қысымының жоғарылауы. 9. Триглицеридтердің жоғары болуы. 10. Жақсы холестерин әділдің төмендеуі. 11. Қандағы қанттың жоғары болуы, әсіресе таңертең. 12. Ашқарындағы инсулиннің жоғары болуы. Дәрігер тағайындайтын талдау қажет. 13. Майлы бауыр, УЗИ талдаулармен анықталады. 14. Мойын, қолтық, шапқыртыстарында қара қоңыр, барқыттай дақтар, акантоз. 15. Тері өсінділері, папилломалар. 16. Кисталарға бейімділік, мысалы, бейкер кистикасы. 17. Ұйқы апноэ, тыныстың кідіріп қалуы. 18. Қол-аяқтың ұюы, шаншу сезімі. 19. Есте сақтау қабілетінің әлсіреуі, ми тұманы. 20. Ерлерде тестостеронның төмендеуі. 21. Жақында босанған әйелдерде сүттің азаюы мүмкін. 22. Ашуланшақтық, мазасыздық, көңіл күйдің түсуі. 23. Жаттығуда тез шаршау, күштің азаюы. 24. Ұзаққа созылатын қабынулар мен буындардың сіресуі. Бурсит, тендинит, артрит тәрізді шағымдар. 25. Бұлшықет массасының азаюы, ақуыздардың нашар игерілуі. 26. Калий, магний, дәрумені секілді нутриент тапшылығына бейімділік. Есте сақтайық, бұл белгілердің әрқайсысы басқа себептен де туындауы мүмкін. Диагнозды тек дәрігер қояды. Бірақ бірнеше белгі қатар байқалса, қант, инсулин, хомар, липидтер, бауыр ферменттері, қандағы қысым сияқты көрсеткіштерді тексертіп алған дұрыс. Ал алдын алу үшін не істейміз? Ақ нан, тәттілерді, газды қант қосылған сусындарды қысқарту, орнына көкөніс, сапалы ақуыз, пайдалы майлар, күніне 2-3 рет тамақтану аралығын ұлғайту, кешкі шайды тәттілерсіз. Күн сайын кемінде 30 минут жаяу жүру, жеңіл күш жаттығулары. 7-8 сағат ұйқы, тыныш жаттығулары, кешкі серуен. Жоғарыда аталған талдауларды жасатумен қан қысымын жүйелі тексерту. Яғни дәрігерлік бақылау керек. Көп көрермен доктор Берік арнасын жазылусыз көреді. Ал жазылу дәл осындай пайдалы, шынайы, қазақша медициналық контенттің жалғасуына көмектеседі. Сіз үшін ыңғайлы болса, дәл қазір жазылып, бұл видеоны жақындарыңызға жіберіңіз. Бір адамға болсын, пайдасы тисін. Күніне бір кеңес, жыл бойы денсаулық. Берік болыңыз, бірге болыңыз.